Так, қазір бізде косинус функциясының графигі. Так, балалар, болысына косинусты жақсылап үйреніп аламыз. Так, косинус, мысал үшін бізге мынандай косинус берілсін. Косинус x функциясы. Косинус x функциясы үлкен немесе тең түбір астындағы 2 бөлінген 2-ден деген есеп берілсін бізге. Так, бұл есепті шығару үшін тура бағанағыдай бірлік шеңберді сызып аламыз. Так, бірлік шеңберді сызам. Мына жер 0 градус. Так, мына жер бізде 90 градус. Так, мына жер бізде 180 градус. 180 градус. Так, мына жер бізде 270 градус. Так, 270 градус. Енді, балалар, бұл жерде косинус функциясының бірлік шеңберде бізде бірінші және төртінші ширекте плюс болады, екінші және үшінші шеңберде минус болады. Бағана сендерге мына нәрсені жазып көрсеттім мен. Косинус x функциясы тең x координатасына. Мен бұл сөзді қазір сендерге жақсылап отырып түсіндірем. Косинус x функциясы дегеніміз ол x координатасы бойымен алынады. Мысал үшін түбір астындағы 2 бөлінген 2 бағана синусты бізде y осі және x осі болып y осінен алсақ, енді бізде бұл жерде x осі бойымен аламыз. Түбір астындағы 2 бөлінген 2-ден примерно түбір асты 2-ден 1,4 2-ге бөлген кезде 0,7. Так, яғни 0,7 дегеніміз ол бізде мына жерлерде. Так, енді осы жерден біз түбір астындағы 2 бөлінген 2 y осіне параллель түзу жүргіземіз. Мен кісі қате болып қалды. Так. Түзу жүргіздік. Бізде осы шеңберді 2 нүктеде қияды. Так, енді біз бағанағыдай мына нәрсені жазып қоюымыз керек. Косинус 45 градуста түбір астындағы 2 бөлінген 2-ге тең екенін біз білеміз таблицадан. Так, енді бірінші ширекте жатқан ол автоматты түрде түсінікті. Түбір асты 45 градус екені, мына жер 45 градус екені түсінікті. Ал мына жердің мәнін табу үшін мен артқа қарай 45 градус жүре салам. Яғни мынау бізде 0 градус және 360 градусқа тең. Так, бұл жерде минус 45 немесе 360-тан артқа қарай 45 градус жүрген кезде 315 градус деп те алуыма болады. Так, енді осы жерде бізде мынандай 2 бөлікке бөлінді. Тура бағанағыдай сызайын. Бірінші бөлігіміз мынау қызылмен штрихтаймен. Так, екінші бөлікті мен мынандай жасыл штрихпен штрихтап қояйын, сіздерге түсінікті болу үшін. Так, жасыл штрихпен штрихтап қойдым. Енді маған қайсысы керек? Қызыл штрих па, әлде жасыл штрих па? Қараймыз. Косинус x функциясы түбір асты 2 бөлінген 2-ден үлкен болып тұр. Түбір асты 2 бөлінген 2-ден үлкен сандар, ол яғни мына жер мына жеріміз бізде түбір асты бөлінген 2. Одан үлкен сандардың барлығы мына жақта орналасады. Значит, мен мына аралықты алам. Кіші аралықты алам. Қызыл штрихпен алған аралық. Мен мұны бұлайынан штрихтармен белгілеп қояйын. Жауапты жазған кезде сағат тіліне қарама қарсы бағытта жазатыным белгілі. Яғни ең бірінші мен 315 градусты жазам. Қосылған 2 pn міндетті. X және екінші жағы бізде 45 градус. Қосылған 2 pn. Так, жай жақша. Осы есеп осымен бітті десек, біз қателесеміз. Неге? Потому что бізде жазылу емлесіне қателік бар. Мына жерде 315 градус 45 градустан кіші бола алмайды. Сол себепті мен мынау екінші тұрған жауапқа 360 градусты қосып жіберем. Неге? Потому что ол екінші рет айналып келгендегі мәні. Ол периодты функция болғандықтан
мәндері тең, бірақ бұл бізде екінші рет айналып келген кезде. Немесе екінші вариант бар. Мына біріншісінен 360 градусты алып тастауға болады. Так, мен бірінші вариантты қолданайын. Сонда бізде жауап мынандай болады. Так, жасылмен жаза берейін, жарайды. 315 градус қосылған 2 пи-н. Так, x. Екіншісі 360-ға 45 градусты қосатын болсам, сонда менде 405 градус болады. Қосылған 2 пи-н. Так, жай жақсы. Жауабымыз осы. Ең соңында градусты радианға айналдырып қоюымыз шарт және міндетті. Так, есебіміз осылай. Так, енді дәл осылай біз минус таңбамен алып көрейік. Мысалы үшін мынандай есеп болсын бізге. Так, косинус x функциясы. Так, таңба мынандай минус түбір астындағы 3 бөлінген 2-ден